Ұйқыдан тұрсам есікті біреу қағады. Маған сюрприз алып кепті байым туған күніне. Спорт және туризм министрлігінен хат келіпті. Істеп жатқан іс әрекетіңе түсініктеме деп. Сорлылар. Өзі бола алмайды, болғанды көре алмайтын ана недегі тиктокта басқа жерде қаралап отырып, ойбай мынау байып кетті деп өздерінің көттерін тепсең көк тиынның дыбысы шықпайды, бірақ біреудің қалтасын санағыштар. Өздері тұрып бір жерлерін көтеріп жұмыс жасағысы келмейді. Әркімді қаралап, ақша үшін елді, жерді бәрін сатып кетуге дайындардың жасап жатқандары ғой. Айналайындар. Мен кішкене орысшалау жерде өскемде, Шардара деген. Өзбекстанмен шекаралас. От этого мне ни жарко, ни холодно. Понимаете? Бұл жағдай өткен жылда болған. Өткен жылда ойыстып біреулердің өтін жарған, ішіне пышақ айналмай, мынау қыз байып кететін болды ау. Бұл неғып байын деп атыр, бұл неғып байыды деп. Не істеп атыр, бұны тексерсін деп. Айналайындар, өткен жылда қателеспесем қыркүйек қазан айында ешқандай қорғаушысыз ақ өзім Астана қалалық сотына қатысып, өзімнің істеп жүрген жұмысым адал екен, шынай екен дәлелдеп шыққам. Бір рет болды не, екі рет болды не. Вообще андай мен қытығыма бір нәрсеме тия алмайсыңдар. Себебі мен адаммын ең бірінші. Өз басымды алып жүр алам. Мен не істеп жүргеніме жауап бере алам. Аққа Құдай жақ дейді. Ақтың Алланың жағып берген шырағын ақымақ үрлеп өшіре алмайды дейді. Қазақта ішің күйсе тұз жала дейді. Жата қалып домала, одан қалса тұзға. Ана іші күйіп, өртеніп баратқандар. Бұл маған кедергі де емес, іштеңе де емес. Мен істеп жүрген, не істеп жүргенімді білем мен өзімнің. Мен өзіме жауап бере алам, мен өзім басымды тік алып жүр алам. Одан кейін мен біреудің ақысын жемеймін. Жүрген жерімнің бәрінде әділдік, шындық, адалдық. Ырысбаланың кіршасы кім? Кіршам менің, жоғары жақта. Сен сияқты арамзалардың сөзі өтпейді о жаққа. Құдай менің кіршам, Алла бір төмемдегі. Ары кетсе бір-екі сағат уақытым кетеді, болды, басқа ештеңем кетпейді, 5 бидайым келмейді. Сен бірің шекер, бірің бал, бірің өліп, бірің қал деп өле қалда Алланың алдына барып сұра. Алланың алдына бар да сұра. Мына қызға неғып сонша үйіп төгіп беріп атсын, халықтың махаббатын да, халықтың қолдауын да, қаражатты да, басқаны да неғып беріп атсын бұған деп барып Құдайдың алдына барып сұра. Тиісті жауабыңды аларсың. Одан кейін үніңді өшір. Барғандар қайтып келмейді ғой. Құдай, қазақпыз ғой. Жаңағы біреу асып кетпеу керек қой. Біреу сәл көтеріліп баратса, аяғынан шалып құлату керек, міндетті түрде. Сенің істеп атқан нәрсең, оның бір жеріне кіріп атқан жоқ. Просто өмірде сондай тобырлар бар да, қызғаныш деген қызыл ит іштерін тырналап, өмір бойы бірақ бейшара надан күйінде өтеді ондайлар. Тағы не істейсіңдер? Жазатын жердің бәріне жазыңдар. Мен бәріне дайынмын. Ал мен болсам ит үреді, керуен көшеді деп, керуен сәл тоқтатып аламын да, иттердің аузын жауып, әрмен қарай жүре берем. Аллаға шүкір, Ырысбала халықтың арқасында тайраңдап кетті, семіріп кетті, байып кетті дегендер, дальше семіре берем, дальше байи берем, елім аман, жұртым тыныш болсын, халық аман болса әлі самолет алам, Марстан, Юпитерден үй алам. Сатурннан общак алам. Сатурн дұрыс айттым ба?